Сәлем, қайырлы таң, қалайсыздар? Бүгін сіздерге ауылдағы бүкіл өмірімді көрсетем. Азаннан тұрғаннан түнде жатқанға дейінгі уақытта. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Түнде жатар кезде қайнатып қойғам. Өте жұмсақ болып, күшті болып, таптайым болып тұр. Қазір жылытып беріп жатырмын. Сәресіне сорпаны етті турап, сорпасын құйып беремін қазір. Сорпадан құямыз. Сәресіне шай дайындап жатырмын. Қазір үйдегілердің бәрін оятып, сәресіне ішеді. Намазымды оқып болып, енді сәресінен қалған жерді жинайын деп жатырмын дастарханның үстін. Қазір күнделікті азанғы рутинамды жасаймын. Бүгін 41-ші күн, ерте тұрып, кітап оқып, жазу жазып, көп күшті пайдалы істермен айналысып жүргеніме қаныма сіңіп, прям әдет болып жатыр. Күшті. Әсіресе Рамазан айында құлшылыққа көп көңіл бөліп жатырмын. Осылай сәресіне тұрғаннан кітап дәптерлерін бәрін жайып тастап, оқып, жазып отырам. 2-3 сағат. Таңда береке бар. Осы 41 күнде таңда тұрып, соны сезіндім. Таңертең ешкім жоқта, тыныштықта тұрып, шүкіршілік етіп, айналаға қарап, кітап оқыған баше, несі күшті. Жазу жазып отырмын қазір. Сағат 7:30 болды. Жазуларымды жазып біттім, кітабымды оқыдым, 15 беттей оқыдым. Үйім келіп кетті қатты. Қазір енді үйдегі ер кісілерді тұрғызып, жұмысқа шығарып салып, қайнымды сабаққа шығарып салып, далада өзім біраз жүріп қайтпасам, прогулка жасап. Қайным сабаққа кетті. 10-шы сынып оқиды. Көшеде оқушылар ғана бірең сары. Биыл күн салқын болды да, тюльпандар әлі ашпай тұр. Енді бірнеше күнде ашып қалатын шығар. Бұйырса. Күшті, мына жақтың бәрі қызыл, сары, гүлге толады. Маманың бақшасы. Папаны, жігітімді жұмысқа шығарып салдым. Воротаны жауып ала салшы деді. Енді үйдің тірлігіне кірісу керек, жайлап. Шабамыз. Жаңа ғана айтып едім, уже гүл ашып жатыр ғой. Қандай әдемі. Атын білмеймін, бірақ бұл гүлдің. 3 бөлмедегі төсекті де қазір жинап шығамын. Біздің бөлме. Жалпы келіндердің көп уақыты осы кухняда өтеді ғой. Бізде де солай. Кухняға кіресің. Шай дайындау керек. Ол жерді жинайсың, жуасың, бір нәрсе пісіресің, кешкі тамақ істейсің. Ол қанша уақыт алады? Маманың гүлдерін суғарып шығам қазір. Мама өзі қалада емес, басқа қалада әзірше. Мама келгенше су тимей өліп қалмасын деп жатырмын. Мен өз басым особо гүлге қатты қызықпайды екем. Қызыққанда енді ұнайды маған гүлдер. Бірақтан қазірге дейін мүлдем бірде-бір гүл отырғызып көрмеппін. Енді бұйырса болашақта желанием ашылып жатыр. Сол кезде көрерміз. Мама үйге де, далаға да гүлдің неше түрлісіне егеді. Мәссаған. Дала деген прям күшті болып кетті. Жып-жылы, күн жарқырап. Нағыз қыдыратын күн болып тұр ғой.
Бізде айтпақшы үйде тауықтар бар. Алдында бір видеоға түсіріп едім, тауықтардың контенті өтті. Ауылдың вайбын көп көріңізші. Ой, жарысып жатырмын мен. Ауылдың вайбын көп көрсетіңізші деп содан кейін сұрап кетті ғой. Басқа жануарларды асырамаймыз, әйтпесе көрсететін едім. Міне жаңа айтқанымдай, үйде де далада да гүлдер тола. Мынаның бәрі гүл. Ертең бойлар өсіп жайқалып шығады. Мынау туалетке баратын жол ғой. Огород әлі егілген жоқ, бірақтан көкпияз, жусай, мята, олар өздері шығып жатыр уже. Мятаның бәрі тола. Онша байқалып та тұрған жоқ негізі. Соның өзінде уже мен алып үлгеріп жатырмын ғой. Шықпай жатып. Ана жолы видео салғанымда осы жерден не жылып отырсың деп сұрап жатыр елдер. Жусай жылып отқан ол кезде. Қазірде жусай, көкпияз жылып алып, тамаққа қолданайын деп жатырмын. Шаймен ішкенге блинчик жасайын деп жатырмын. Алған кадрлар дұрыс болмай қалып жатыр ғой. Штатив жоқ, штативтің қорлығы өтіп жатыр қазір бар ғой. Өзімен бірге ала келмеппін. 3 ас қасық сұйық май қосайын деп жатырмын. Менің негізі осыға дейін жасаған блинчиктерім өзіме ұнамайды, білмеймін неге екенін. Вроде мен қиын торттарды жасай берем да. Ең оңай осы блинчикке келгенде шықпай қала береді ғой. Басын бастайым, тестам шықпай жатса, және біреуден көмек сұрайым. Болмаса айтам үйдегілерге, үйде кім бар, әйел кісілерден. Маған блинчиктің тестасын жасап беріңізші, өзім ары қарай пісіре берем деп. Қазір көреміз енді. Онда да қайтпаймын ғой, жасай берем. Шығып қалар деген үмітпен. Бөлме температурасындағы салқын су 3 бөлікке бөліп оны саламыз. Ешқандай түйіршігі қалмайтындай етіп, әбден венчиктің көмегімен араластырамыз. Қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық ас содасын араластырып, оны да қосамыз. Сонда соданың дәмі шықпайды екен. Прям идеальный шығып жатыр. Менде бұлай бірінші рет шығар. Тесік болып. Қуанып тұрмын. Ой. Не, мынанша пісіріп қойдым. Аэропорттың жанында тұрамыз тура. Таңда 3-терде тұрғаннан кейін жатқан жоқпын ғой. Енді қазір түскі 2 болды. Чуть-чуть бір сағат болсын демалып алам. Жатып. 1 сағат ұйықтайым деп едім. Қақтың 2 сағат. Прям күшті ұйқыға кіріп кетіппін. Ұйқыдан тұра салдым да. Тез қамыр илеп тастадым. Қазір манты бастайын деп жатырмын. Жусайды турап қойдым. Пиязды турап жатырмын. Тез. Қазір фаршын салып, қамыр иу қанғанша осы фаршты дайындап алсам, сосын тез оны жайып түйіп тастау керек болып тұр. Қайным келді сабақтан. Манты түйуге көмектесем десем. Жұмыстарымен қайта кетіп қалды ғой. Нанды жаюды бастап кеттім. Мен кіші зуалаға олам. Жаюға ыңғайлы болу үшін. Үлкен қылсам жаю маған қиын болып кетеді. Дөңгелек қылып шығара алмай қалам. 4 касканы толтырсам ғана болды. Соған арнап қана өзім қамыр дейледім, шамалап. Менің кішкентай мимишный мантыларым дайын болып қалды. Қазір енді мантоваркаға салсам болды. Алғашқылары уже пісіп жатыр. Тағы салып жатырмын. Опа. Все, бітті. Енді жақсылап отырып шай тамағымызды ішеміз. Үйде өзім ғана кешкі асымды ішейін деп жатырмын. Папа мен қайным ауызашарға кетті. Жалпы Рамазан айында үйдегілерді үйден таппайсың ғой. Ауызашарға кетеді, одан тарауыққа барады. Сонымен жатарға бірақ келеді. Жігітім әлі жұмыста. Сол кешке дейінгі уақыт жалғыз өзің өтесің. Қызым келсе, егерде қызыммен өтеді. Мама да жұмыста болады основном. Өз-өзімді мақтап, рахмет айтып,
пісірген мантыларыммен блинчигімді жейін деп жатырмын. Тұзы күшті, прям сочный болған ғой. Вот, тауықтардан күнде кешкісін осылай жұмыртқаларын жинап аламыз. Рахат үйдің табиғи жұмыртқасы. Тамақты ішіп болдым, ыдыс-аяқты жуған жоқпын. Сәл демалып алайыншы деп отырмын. Шаршап кеттім. Қазір ноутбугымды қосып, біраз жұмыс жасаймын. Ноутбукқа отырғанда не жұмыс жасаймын? Мынау видеоларға превью қойылмай жүрген код келмей. Превью дегеніміз бетіне қойылатын обложкалар ғой. Сол код келіп, қазір енді жасап қойып тастайын деп отырмын. Ауызашардан сарқыт келді. Папаға біреу салып берген ау деймін. Әйтпесе ер кісілер вообще алмайды ғой. Барлық тірлігім біткеннен кейін енді отырып, өз-өзіме есеп беріп отырмын. Не жасадым, не жасамадым. Барлығына птичка қойған кезде күшті сезімде боласың ғой прям. Қазір жуынып келіп, жатайын деп жатырмын. Уходымды жасап алдым, крем жағайын деп отырмын қазір қолыма. 11-ден асып кетті сағат. Ерте тұруды әдетке айналдырғалы, осылай ерте жатып жүрмін. Жалпы осы менен ауылдың өмірін сұраған жандарға, міне біздің ауылдың өмірі осы. Как тура қаладағыдай. Тек айырмашылық тауық қана бар шығар. Бұл басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Қайырлы түн, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.